أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم قدرменді ілімсер қауым. Қазақстанның төрт түкпіріндегі мешіттер мен медреселерде ұстаздық, имамдық қызмет атқарып жүрген шәкірттерімнің және медреселер мен мешіттерде қарилық курстарында ілімін шыңдап жүрген шәкірттердің көп жылдардан бергі табанды ұсыныстары бойынша дәрістерімді әлеуметтік желіде жариялауды жөн көрдім. Мен Ғалымжан Оқасов Мұхтарбекұлы 11 жылдан бері ұстаздық қызмет атқарып келемін. Алла Тағала қасиетті кәламында былай деп бұйырады: Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ва амма би ниъмати раббика фахаддис. Раббыңның әрбір нығметін жадыңда ұста және өзгелерге айтып жүр. Тәпсірші ғалымдарымыз бұл аятты былайша тәпсірлейді: Раббыңның саған берген әрбір нығметі мен сыйын жадыңда ұста және адамдарға паш ет, өйткені Алланың нығметін баяндау ол шүкіршілік. Алла Тағала сені тура жолға салғаны секілді, сен де адамдарды тура жолға жетеле. Осы аятта баяндалған үндеудің аясында ұлы Раббымның маған берген сансыз нығметтерінің бірнешеуімен ғана өздеріңізбен бөліспекшімін. Ұлы Раббым маған өзінің дініне қызмет ету, өзінің қасиетті сөзі Құран кәрімді үйрету бақытын нәсіп етті. Қызмет жолының басым көпшілігінде Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы Шымкент медресесінде Құран кәрім және тәжвид ілімі бойынша ұстаздық еттім. Осы салада көптеген тәжірибе жинақтадым. Құран кәрім және тәжвид пәнінде оқытылатын төл еңбектерімді жазып шықтым. Ең алғашқы қаламға алған Құран оқу негіздері атты еңбегім 2014 жылы жарық көрді. Күнімізде университеттер мен медреселерде Құран кәрім және тәжвид пәнінде дәріс кітабы ретінде оқытылуда. Аталмыш кітабымның екінші басылымы 2019 жылы басылды. Бұл еңбегімде тәжвид ілімі, тәжвид ережелері, Құран әріптерінің мақраж орындары мен сипаттары, қырағат ілімі мен қырағат имамдары, Құранның оқылу тәсілдері, ерін тәлімі секілді тәжвид іліміне қатысты сан алуан мәселелерді тереңірек қамтыдым. Құран оқу қағидалары атты екінші кітабымды мешіттер мен медреселерде имамдық және ұстаздық етіп жүрген шәкірттерімнің, ұстаз, Құран ілімі жолына алғаш түскен шәкірттер үшін Құран оқу негіздері кітабыңызға баспалдақ іспетінде жеңіл еңбек жазсаңыз деген ұсыныстар бойынша қаламға алдым. Бұл кітабым 2020 жылы жарық көрді. Ойшыл ғалым Имам Ғаззалидің Ихьяу улумиддин атты кітабының ілім беруші ұстаз бен ілім алушы шәкірттің орындауы тиіс міндеттері мен әдептері бөлімін аударып, шәкірт пен ұстаз арасындағы әдептер атты кітапша әзірледім. Имам Ғаззалидің ілім беруші ұстаздар мен ілім алушы шәкірттер үшін берген құнды насихаттары қамтылған бұл кітапша 2020 жылы жарық көрді. Сансыз нығметтерге бөлеген ұлы Раббыма шексіз шүкірлер мен мадақтар болсын. Қадірменді ілімсүйер қауым, сүйікті пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам «Хайрукум мән таалламал Құр'ана ва аллама». Сендердің ең жақсыларың Құранды үйренгендерің және үйреткендерің деген сүйіншісіне ие болу үмітімен осы жолда қызмет атқарудамыз және осы жобамызды да қолға алудамыз. Раббым игі істерде табандылық танытуымызды,
жақсылықта бір-бірімізге демеу болуымызды нәсіп етсін. Баршаңызға Алланың амандығы мен есендігі болсын.